Келіп жеткен қасиетті де берекелі, рахым айы Рамазан құтты болсын. Осы видео арқылы ең жиі қойылатын сауалдарға акушер-гинеколог, яғни маман ретінде сіздерге жауап берсем, яғни жүкті әйелдерге ораза ұстауға бола ма, болса қалай деген. Хадис шарифтерде бізге жеткен осындай хадис бар. Анастан, оған Аллах разы болсын, Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, былай деп айтқаны хабарланады. Ұлы әрі құдіретті Аллах сапардағыларды оразаның ауыртпалығынан және намаздың жартысынан, ал жүкті және емізулі әйелдерді оразаның ауыртпалығынан босатты. Яғни Аллах тағала бізге ешқашан шамамыз келмейтін қиыншылықтар бермейді. Керісінше дінді өзіміз қиындатып аламыз. Көп жағдайда айтып жатады, жүкті әйелдер 2 адам үшін тамақтану керек деп. Бұл жерде айтылып отырғаны, жүкті әйелдер 2 адамның тамағын ішу деген мағынада емес, яғни 2 адам үшін тамақтаныңдар дейді. Яғни тамақ мөлшерінің көлемін арттыру емес, тамақтың құнарлығын 2 есе арттыруымыз қажет. Қазіргі кезде көп жүкті әйелдер, әсіресе емізулі әйелдер көп мөлшерде тамақ жеуге тырысады. Яғни балаға, сәбиін ойлағандықтан оған көп тамақ барсын деген. Бірақ олардың көбі, яғни тамақтардың көбі қазіргі таңда құнарсыз болып келеді. Құрамында құрсағыңыздағы нәресте мен емізулі сәбиіңіз үшін құнарлығы аз болғандықтан маңызы да жоқ. Сондықтан күні бойы көп мөлшерде сапасыз, құнарсыз тамақ жегеннен көрі белгілі уақытта пайдалы, құнарлы тамақтанған әлде қайда пайдалы. Аш жүрген сіздің организміңіз үшін тазалау, яғни өзін-өзі тазарту болып табылады. Яғни детокс қазіргі таңда жиі қолданатын терминдердің бірі. Мысалы, алғашқы 12 аптаға дейін жиі көп жүкті әйелдерде токсикоз кездеседі. Токсикоз көбінесе ас қорыту, бауыр, асқазан, ішек қызметі нашар әйелдерде кездеседі. Себебі неге? Қызметі нашарлаған, яғни организм өзін-өзін тазарту қызметін атқаратын мүше бауырға жүктілік кезінде 2 есе ауыртпалық түседі. Яғни жүкті әйелдердің иммунитеті төмендейді. Және сіз ол кезде көп тамақтануға тырысқандықтан организм, яғни бауыр, оны тез тазалап үлгермейді. Сондықтан сізге жауап ретінде организміңіз тамақты көп жей берме, онсыз да тазартып үлгере алмай жатырмын деген мақсатта жүрегіңізді айнытып, құсу, лоқсу және де асқазан ішек жолдарында дискомфорттық сезіммен көрініс беруі мүмкін. Сондықтан көп мөлшерде тамақ жегеннен көрі аш жүрген әлде қайда сіз үшін және балаңыз үшін пайдалы болып табылады. Сондықтан алғашқы айларда, яғни алғашқы триместрде оразаның пайдасы зор. Мысалы, сіздерге дәрігер ретінде түсіндіріп өтсем, мынау әйел организмі, яғни әйелдің жыныс ағзалары. Мынау қынап, одан кейін мынау жатыр қуысы, жатыр түтігі, яғни ұрықтану процесі, яғни баланың пайда болуы, ол әрине жатырда емес, жатыр түтіктерінде жүреді. Яғни сәтті болса егер жыныстық қатынастан кейін, онда Аллахтың қалауымен осында ұрық пайда болады. Ол ұрық бірден жатырға түспейді, яғни белгілі бір уақыттан кейін жүзеге асады. Яғни ол жатырға түсу үшін 1 аптада, яғни 7 күнде уақыт керек. 7-ші күні жылжи отырып осы труба арқылы, яғни түтік арқылы жатыр қуысына келеді. Жатыр қуысына енгеннен кейін 12 аптаға дейін сәбиіңізді қоректік заттармен қамтамасыз ететін, яғни ұрықтанудан кейін ер мен әйел жыныс жасушалары бірігуінен кейін оның айналасында, осы ұрықтың айналасында сарыуызды қапшық болады. Сарыуызды қапшық құрамында ұрық үшін қажетті қоректік заттар болады. Яғни ол алғашқыда анасынан емес, ол сарыуызды қапшықтан алады қоректік заттарды. Қоректік заттардың құрамына ол минерал, витаминдер кіреді.
Сондықтан сіздің жеген тамағыңыз емес, оның құрамындағы қоректік заттарға тікелей байланысты. Яғни ұрықтануға дейін ер мен әйелдің денсаулығы, яғни олардың жаңағы жыныс жасушаларының сау болуы өте маңызды. Сондықтан жүктілікке арнайы дайындалуы қажет. Және де осы сарыуызды қапшықтан алғаннан кейін 12 аптаға дейін осы сарыуызды қапшық арқылы қоректенеді. Ал ұрық жолдас жатырға ұрық пен жатыр арасында бүрлер пайда болады. Яғни майда талшықтар, мысалға асқазанды көрсеңіз малдың, сол кезде бүрлерді көресіз, сол сияқты бүрлер пайда болады алғашқы уақытта. Уақыт өте бүрлер қандану арта түсіп, ұрық жолдас түзіледі, яғни плацента. Ұрық жолдас толық 15-16 аптада қалыптасып бітеді. Осы уақытқа дейін ұрық өте сезімтал болып келеді. Яғни оны сіздің организміңіздегі токсиндерден, сыртқы ортаның токсиндерден қорғайтын қорғаныс ортасы болмайды. Сондықтан осы алғашқы триместрда сізге жаңағы жұқпалы аурулармен ауруға, басқа да аурулармен ауруға, және де құнарсыз тамақтануға болмайды. Сондықтан барынша осы алғашқы триместрда құнарлы, жақсы тамақтар ішуге тырысу керек. Сонда ғана сіздің құрсағыңыздағы сәби сау, аман есен дүниеге келуіне бір септігін тигізеді. Сондықтан алғашқы 12 апта, яғни алғашқы триместрда ораза ұстау, ол жаңағы құрсақтағы сәби үшін зиянды емес. Себебі ол қоректік заттарды сіздің ішкен тамағыңыздан емес, сарыуызды қапшықтың құрамындағы осыға дейін жаңағы ер мен әйел жыныс жасушаларында болған қоректік заттардан алады. Және де мысалға сіз ауызашар мен сәресіне дейін құнарлы, жақсы тамақ ішетін болсаңыз, яғни бір тәуліктік құнарлы витаминдер мен минералдарына бай заттармен қоректенетін болсаңыз, ол онда нәрестеңізге жеткілікті. Күндіз бойы жаңағы сапасыз көп көлемді тамақ ішкеннен көрі. Ал екінші, үшінші триместрда бала өзінің ұрық жолдасы бар, яғни өзіне жаңа қорғаныс ретінде токсиндерден қорғайтын қорғаныс ортасы болғандықтан, үшінші триместрда ораза ұстау бірінші триместрмен салыстырғанда әлдеқайда жеңілірек болады. Үшінші триместрда тек қана Рамазан айында емес, нәпілі оразалар басқа айда да ұстаған сіз үшін де құрсағыңыздағы сәби үшін де маңызды. Бірақ айта кететін жағдай, міндетті түрде өзіңіздің жаңағы әйелдер кеңесіндегі гинекологыңызбен кеңесуіңіз қажет. Мүмкін сіздің организміңізге сіздің жаңағы әйел затында өзінде дефицит болуы мүмкін. Яғни минералдық, витаминдік заттардың оның орнын толықтырмайынша сіз құрсағыңыздағы сәбиге бәрібір керекті заттарды бере алмайсыз. Егер дәрі ішіп жүрсеңіздер, ол дәрілердің барлығын ауызашар мен сәресіне жаңағы ығыстырып, сол уақыттарда ішуіңізге болады. Ол ешқандай кедергі емес. Сондықтан ораза ұстауларыңызға жаңағы жүктілік ораза ұстауға қарсы көрсеткіш болып табылмайды. Егер жағдайым келмейді, құрсағымдағы сәби үшін уайымдаймын десеңіз, әрине Аллах жеңілдетіп қойған, онда осы Рамазан айындағы оразаның қазасын кейін босанғаннан кейін, немесе сәбиіңізді жаңағы емшектен шығарғаннан кейін ұстасаңыз, яғни қазасын өтесеңіз болады. Жоқ, ораза ұстаймын деп ниеттенсеңіз, онда барынша құнарлы, яғни балаңызға керек тәуліктік мөлшерді қамтамасыз ететін заттарды осы ауызашар мен сәресі кезінде және соның аралығындағы уақыттарда ішсеңіздер, онда ораза ұстау жаңағы жеңілірек болады. Және ең бастысы ол сіздің ниетіңізде. Егер ниетіңіз дұрыс болса, Аллахтың қалауымен оразаны 30 күн ұстап шығуға болады. Тағы да, егер жағдайыңыз нашарлап кетсе, әлсіреп кетсеңіз, немесе жаңағы сәбиіңіздің жаңағы дұрыс сезінбей жатсаңыз, онда аузыңызды ашып, жаңағы оразаңызды тоқтатуға болады, әрине. Бұл видео көмегі тиді деп ойлаймын. Ұстаған оразаларыңыз иншалла қабыл болсын. Жасаған құлшылықтарыңыз Аллахтың алдында сауабы мол амалдардан болуды нәсіп етсін. Рахмет.